Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай корзинаның қарапайым жасалу жолын көрсететін боламын. Осындай корзина жасау үшін фанера деген ағашын арнайы ағаш базардан кестіріп алуға болады. Менде 44 см радиуста осындай дөңгелек күйінде кесіп алдым. Одан кейін корзинаның шетіне қатты картоннан 2 қабат картонды бір-біріне клейлеп осындай корзинамыздың қабырғасын жасайтын боламын. Кейін өздеріңізге ұнайтын ножкасы, корзинаны сәндейтін заттарды алып толтыратын боласыздар. Бұл жерде мен осы корзинаның қабырғасын сызып жатырмын. 4 бұрышты етіп жасауға да болады. Осылай сызып алғаннан кейін канцелярский нождың көмегімен кесіп шығатын боламын. 2 қабат осындай форманы жасап алып, бір-біріне ыстық клеймен клейлеп алдым. Корзиналардың қабырғасын картоннан жасап жатқан себебім, бұл жерде ең қолжетімді, қолдағы бар заттан жасалу жолын көрсетіп жатырмын. Негізі сапалырақ болғанын қаласаңыз, арнайы ПВХ-дан жасауға болады. Бірақ жасалу жолы бірдей. Корзинаның астыңғы бөлігіне салмақ көбірек түсетін болғандықтан, астыңғы бөлігін осылай фанера ағаш кесетін базардан арнайы кестіріп алсаңыздар болады. Ал қабырғасын осылай картонмен немесе ПВХ-мен клеить етіп, жабыстырып, основасын, негізін дайындап алсаңыздар болады. Мен осылай дүкендерден тегін картондар алып, кесіп, формасын осылай 2 қабаттап клеймен жабыстырып алып шықтым. Бірінші дайындап, одан кейін айналдыра осылай ойып, жетпеген жерін тағы да жеткізіп, өлшеп осылай кесіп алып, бәрін ыстық клеймен айналдыра отырғызып шықтым. Қарасаңыздар, міне корзинам менде основасы уже дайын. Одан кейін поролонды алып, 2-3 см биіктеу қылып кесіп аламын. Сол форманы қайталап, тоже ыстық клеймен жабыстырып шықтым. Матасына осындай велюр матасын қолдандым. Тоже корзинамызды тартып, бұл созылатын мата болғандықтан тартыңқырап қоршап алып, сол жерін белгілеп кесіп алып тастап, қолмен тіксеңіздер де болады, или машинкамен бір тігіс етіп тігіп, осылай ұзындығында асты жағына кішкене осылай қаптап тұру үшін артығымен алып, и ішкі жағына да осылай артығымен кесіп алып, степлермен қадап шығатын боламыз. Астыңғы бөлігін толық осылай қадап шыққаннан кейін поролонымыздың артық кесіп алған бөлігімізді матамен қосып осылай тартып, тағы да степлермен іш жағынан қаптап шығатын боламыз. Бұл жерде біздің жаңағы картонымыздың жиектерін, қатты бөліктерін осы артық кесілген поролонымыз жауып тұратын болады, жұмсақтық береді. Полный матамызбен қаптап болғаннан кейін лента, тағы да кружево сияқты сәндейтін заттарымызды осылай степлердің көмегімен немесе клеймен тұрғызып шықсақ болады. Бұл өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты әртүрлі қылып сәндей аласыздар. Ленталарымызды жабыстырып алғаннан кейін мен осындай фетр матасын алып дөңгелек етіп қиып, біздің корзинамыздың астын жабу үшін қиып аламын. Оны да степлермен қыстырып шықтым.
Корзинамыздың астыңғы бөлігін жауып болғаннан кейін мен осы корзинаның шеткі жиектеріне алтын түсте осындай шнурмен клейлеп шығып жатырмын. Бұл жерде лента қолдансаңыздар болады, немесе арнайы осындай моншақталған тесьмалар сатады. Сондай заттармен сәндеуге болады. Ыстық клеймен отырғызып барлығын аккуратно клейлеп шығамын. Корзинамыздың астыңғы бөлігіне осындай арнайы ножкалар сатылады. Менікі дөңгелек корзина болғандықтан осындай 3 ножканы қолданып жатырмын. Корзинамызды сәндеп болғаннан кейін ішкі бөлігіне тігістерді жабу үшін тағы да фетр матасын қолданып жатырмын. Бұл жерде де сол корзинаның ішкі бөлігіндей дөңгелек етіп кесіп алып, клеймен отырғызып шығатын боламын. Корзинамыздың ішін осындай қоржындарға, тәттілерге толтырып, осындай әдемі 5 корзина дайын болды. Сіздерге ұнаса, міндетті түрде осындай корзина жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.